Сәлеметсіңдер ме балалар? 50-ші сабақ қазақ тілі біздің жобамыз. Сипаттау мәтіні қалай құрастырылады? Сипаттау кезінде заттың немесе нәрсенің барлық белгілерін тізіп түгендеп жатудың қажеті жоқ. Оның мінез-құлқы мен атқаратын қызметіне мән беруіміз керек. Саны мен сапасына айрықша қасиетті пайдасы да ескеріледі бұл жерде. Сипаттап отырған затыңа немесе нәрсеге өз пікіріңді, одан алған әсеріңді, одан алған сезіміңді білдіресің. Сондай-ақ ол заттың адамға пайдалы немесе пайдасыз екенін көрсетуді ұмытпа. Жұмбақ сипаттауға құрылған шағын әдеби шығарма. Түйе туралы жұмбақтарда оның негізгі белгілері қалай сипатталатынына назар аудар. Бірінші, түйенің сыртқы бейнесі. Кезікті бір жануар, үстінде екі тауы бар. Бұл не? Түйеге ғана тән қимыл қозғалыс. Маң-маң басқан, төрт аяғын тең басқан. Бұл қандай жануар? Түйеге ғана тән дауыс, үн. Дауысы қоңыр, үні мұң, тесіп қойған мұрнын. Түйенің айрықша қасиеті, бұл не қылған ереді, қандай мықты жүрегі. Бір ұрттам су татпастан мың шақырым жүреді. Қалай ойлайсың, жұмбақ мәтіннің қай түріне жатады? Және де өзіңе ұнаған жануармен осындай тапсырманы құрастырып көр. Жұмбақтың мәтіні. Берілген жұмбақтар сипаттау мәтініне жатады. Өйткені олар жануардың, яғни түйенің сыртқы бейнесін, қимылын, үнін, қасиетін сипаттап айтып, соңында оны табуға жетелейді. Ал мен төменде жылқы жануарын алдым. Оны сипаттап, жұмбақтап жазып көрейік. Сыртқы бейнесі: жалы бар, құйрығы бар, төрт аяғын тұлпарша тарпиды. Бұл не? Қимыл қозғалысы: желдер жүйткіп шабады, теп-тегіс жолды табады. Бұл қандай жануар? Дауысы, үні: кісінейді күміс үнмен, шақырғандай туған жерін. Айрықша қасиеті: жарысқа түссе ауыз. Бұл мәтін жұмбақ сипаттауға құрылған сипаттау мәтіні. Онда жылқының бейнесі, қимылы, үні, қасиеті сипатталып, оның адамға пайдасы мен сүйіспеншілігі сезіледі. Балалар, тапсырма түсінікті болса, сау болыңдар.